Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Айдана. Бүгін осындай тюльпан самсаларды пісіретін боламыз. Ең алдымен менің YouTube арнамды жоғалтып алмас үшін арнама тіркеліп алыңыздар. Тіркеліп алған болсаңыздар, самсамызды дайындауға кірісейік. Ең алдымен ұнымызды електен өткізіп, ыдысымызға салып аламыз. 2 шай қасық тұз саламыз. 1 шай қасық шекер салып аламыз. Және барлығын араластырып, бетіне 1 жұмыртқаны шағып саламыз. Енді осы қоспамыздың бетіне суды аз-аз мөлшерде араластырып отырып, жұмсақтығы орташа қамырды илеп аламыз. Ең маңыздысы қамырдың иін қандырып, жақсылап илеп алыңыздар. Дайын болған қамырымыздың бетін жауып, 10-15 минут демалуға қоямыз. Ол уақытта сары майымызды ерітіп дайындап қоямыз. Кейін қамырымыз дайын болғаннан кейін, осылай алдымен кішкентай оқтауымызбен шет-шетінен жұқартып, домалатып, қамырымызды жайып аламыз. Кейін қамырымыз шамалы жұқарғаннан кейін, үлкен оқтауымызды алып, жұқа қамыр жаятын боламыз. Міне қамырымызды жайып алдық. Енді жаңағы дайындап қойған сары майымызды қамырымыздың бетіне толықтай жағып шығамыз. Барлығын толықтай жағып болғаннан кейін қамырды видеода көрсетілгендей осылай орап шығасыздар. Орап болғаннан кейін қамырымызды салафанға салып, тоңазытқышқа жарты сағатқа немесе 1 сағатқа қойып қойсаңыздар болады. Қамырымыз тоңазытқышта тұрған кезде біз салмасына кірісеміз. Мен салмаға фарш, картоп және пияз қостым. Оның үстіне сұйық май, 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық қара бұрыш және самсаға арналған приправа салдым. Осы заттарымыздың барлығын жақсылап араластырып аламыз. Қасықпен, қолмен жақсылап араластырып алсаңыздар болады. Енді қамырымызды тоңазытқыштан шығарып, осындай кішкентай бөліктерге бөліп аламыз барлығын. Кейін осылай шамалы дөңгелетіп, жаюға дайындап аламыз. Енді тюльпан самсамызды дайындауға кірісейік. Осылай жайып аласыздар кішкентай оқтаумен. Кейін ортасынан осылай кесіп, видеодағыдай кесіп, салмамызды салып, видеодағыдай орайтын боласыздар. Мұқият қараңыздар. Және де осылай орап алғандарыңыздан кейін самсаның астыңғы бөлігін жақсылап түйіп алыңыздар, жақсылап бір-біріне жабыстырып. Өйткені самса пісіп жатқан кезде ішіндегі салма сыртына шығып кетіп, төгіліп қалуы мүмкін. Сондықтан жақсылап біріктіріп алыңыздар астыңғы бөлігін самсаның. Қазір келесі видеода жақсылап қалай жасау керек екені көрсетілген, және де осылай дөңгелек формаға қалай келтіру керек екені көрсетілген. Мұқият қарап алыңыздар. Барлық самсаларымызды дайындап алғаннан кейін бетіне жұмыртқамызды жағып, өз қалауларыңыз бойынша кунжут немесе мак сеуіп алсаңыздар да болады. Кейін барлығын дайындап болғаннан кейін 250 градуста қызып тұрған печкада самсаларымыздың беті қып-қызыл болғанша пісіріп аламыз. Мінекей самсаларымыз қып-қызыл, әп-әдемі болып пісті. Өте дәмді болды. Осы мөлшерде жасайтын болсаңыздар, барлығын менде 25 штук самса шықты, сіздерде 25 штук шығады. Міндетті түрде осы рецепт бойынша дайындап көріңіздер. Және менің YouTube арнамды жоғалтып алмас үшін, жаңа шығып жатқан рецепттерді жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп алыңыздар.